өмірден өтем бе? Өмір болып басталады өзіңде. 8 наурыз халықаралық әйелдер күнімен сіздерді шын жүректен құттықтаймын. 8 наурыз бұл әйелдер, бұл әжелердің, бұл аяулы қарындастарымыздың мерекесі. Баршаларыңызға толығай табыс, денсаулық, ұзақ өмір тілеймін. Ең бастысы, отбасы бақытына ие болыңыздар. Өйткені әйел азаматтар отбасының тірегі, отбасының сүйеніші десем қате айтпаспын. Сіздерден біз көп нәрсені үйрене аламыз. Сіздерден біз мейірімділікті, адамгершілікті, отбасының жылуын үйрене аламыз, жылуын ала аламыз. Сондықтан да жайдарлы әйелдер қауымы бізді әрқашанда қуантып, мейірімділікпен өздеріңіздің жылулықтарыңызды бізге бөліп жүре беріңіздер. Мерекелеріңіз құтты болсын. Құрметті аналар, Мұхаммед Қайдар Дулати атындағы Тараз мемлекеттік университетінің ұстаздары, менің сүйікті әпкелерім. Сіздерді көктемнің жайма шуақ мерекесі, алғашқы мерекемізбен шын жүректен құттықтаймыз. Еңбектеріңіз өсе берсін. Арттарыңыздан ерген шәкірттеріңіз, сіздердің берген тәрбиелеріңіздің арқасында қазақтың біртуар тұлғаларына айналып, қазақтың абыройын асқақтата берсін. Үйде ана, ұжымда мықты ұстаз болып, еңбектеріңіздің жемістерін көре беріңіздер. Жеке басым, өз басым, сіздерге алғысым шексіз. Анан айтсам, айтар жырым төгемес, анаға кім ұзақ ғұмыр тілемес. Көкте тұрған күн нұрының өзі де аналардың құшағындай жыл емес. Анасына қызғалдағын даланың сыйлағысы кеп жүретін баламын. Бұл әлемде еш нәрседе, еш уақытта жүрегінде жұмсақ болмас. Ананың мейірімді аналардың әлемі, мейірімді адам сезер ал оны. Ана деген аттың өзі ұлы ғой, ана деген аттың өзі әдемі. Бүкіл адам бір анадан таралар, бүкіл әлем бір анасын бағалар. Аңдар, құстар, көбелектер, аралар, барлығы да анасынан жаралар. Ең аяулы анасының алдында адам түгілі иледі, қаранар. Ана сүтін ардақ тұтып пайғамбар, ана сыйлап өткен талай даналар. Тіпті біздің жүргеніміз осылай, аналардың пейілі ғой, ағадал. Мерекелеріңіз мерейлі боп бүгінгі күнде күліп жүріңіздер, аналар. Ана деген өмір гүлі, ана деген өмір жыры, ана деген сөзден тұрар, әр ақынның өлең жыры демекші. 8 наурыз халықаралық әйелдер мерекесімен шын жүректен аналарымызды, бүкіл әйелдер қауымын құттықтаймын. Дендеріңізге саулық, отбасыларыңызға береке, бірлік тілеймін. Құрметті аналар, бір қолмен бесікті, бір қолмен әлемді тербеткен әйелдер қауымы. Сіздерді бүгінгі келіп жеткен халықаралық әйелдер мерекесімен шын жүректен құттықтаймын. Отбасыларыңызға амандық, бастарыңызға саулық тілеймін. Ана ұрпақтың ұйытқысы, және де сол аналарыңызды үнемі сыйлап, әрдайым олардың бағасына жетіңіздер. Анасы бар адамдар ешқашан қартаймайды демекші, аналарыңыз барда қадірін біліп, әрқашан солардың күлкісіне және де нұрлы жүзіне куә болыңыздар.